Бүгінгі видео авиакомпаниялар туралы болады, яғни осы видеода қай авиакомпания бізге ұшуға ыңғайлы, яғни саяхаттауға ыңғайлы, сол туралы айтатын боламын. You don't ever wanna set me free. Air Astana әлде Fly Airстанмен ұшқан жақсы ма? Қай әуе компаниясы жақсы сонымен? Осы видеода талқылайтын боламыз. Қайсы қай жағынан күштірек, қайсы шамалылау деген сияқты сондай өзімнің жеке пікірлерімді сіздерге айтамын. Мен жазда Астана қаласына Оралдан Астана қаласына ұшқан болатын. Сол кезде Air Астанамен ұштым. Қайтар бағытта Астана Орал бағыты Fly Airстанмен ұшқан болатын. Неге осы екі компания таңдалды? Себебі ең көп рейстер осы екі әуе компаниясына тиесілі екен. Ең бірінші Air Астанадан бастайық. Дәл қазір мен Air Астанамен ұшамын және Air Астананың самолетін көреміз. Рахмет. Мында очередь көп. Еще мынандай жеткен. Так, енді автобусқа білеміз. Автобустан кейін ана самолетқа білеміз. Осымен шамыз берседі. Тұмсын қатырып істеп қойған екен. Air Астананың орындықтары ыңғайлы екен, жолда тегін тамақ береді. Тегін дегенде тегін емес, билет құнына кіреді әрине. Самолеттегі қол жуатын жерді көрсете кетейін. Жалпы самолеттегі туалеттер кішкентай деп еститінен шын мәнінде өте кішкентай екен. Және орын өте аз. Отырғыштары жақсы, жұмсақ, аралары кең, ыңғайлы. Ұшу уақыттары екеуінде де шамалас. Оралдан Астанаға дейін де, Астанадан Оралға дейін де уақыттары шамалас. Ал енді Fly Airстанға келсек. Fly Airстан эконом билеттердің королығы. Мысалы, Оралдан Астанаға дейін 17 000 теңге. Және де Fly Airстанның шетелдік рейстерге де бағасы өте мықты. Fly Airстанның регистрациясы өте оңай, өту уақыты 5 минут. Дәл қазір менің артында Fly Airстанға регистрация болып жатыр. Регистрация онлайн өту өте оңай. Дым қиындығы жоқ. 1 минуттың ішінде flyerstan.com сайтына кіресіз, фамилияңызды жазасыз, сатып алған билетіңізді бронь номері тұрады, соны жазасыз, болды. Далее басасыз, регистрация деген басасыз, болды. Сосын аэропорттарда тұрған терминалға барасыз да, жақындайсыз да, сол жерден посадочный талоныңызды шығарып аласыз. Өте ыңғайлы, тегін. Ал егер ақшаға жасайтын болсаңыз, онда 1000 теңге тағы да регистрация үшін төлеу керек болады. Ал енді Fly Airстанның ішінен көрініс болсын сіздерге. Fly Airстанның орындықтары кішкене сәл де болса ыңғайсыздау. Тамақ береді, осындай менюмен заказ беріп, билет сумасынан бөлек қалтадан ақша шығарып төлеу керек болады. Енді ең маңыздысы ол қауіпсіздік. Жалпы біздер самолетпен ұшқан кезде бізге ең бастысы ол
қауіпсіздік. Қазақстанның қалаларынан қалаға ұшсақ та, Қазақстаннан өзге елге ұшсақ та, ең бастысы қауіпсіз, ештеңеге ұшырамай, аман-есен баратын жерімізге жетіп алу. Сондықтан қауіпсіздік ең басты орындарда. Екі әуе компаниясы да қауіпсіздікке аса мән береді. Екеуінің де самолеттері жаңа, қатты ескі құсқы емес. Бірақ Flyerstanның самолеттері жаңалау деген ақпарат бар. Бәріңіз білесіз, жаңа техника көп бұзылмайды және сенімді болады. Және де билет бағасы, ол енді бөлек тема. Көп адамдар неге самолетпен ұшпайды? Себебі ең бірінші кедергі ол бағасы. Сондықтан осы жерде бағасы туралы айта кетейік. Flyerstan мен Air Astana'ның бағалары жер мен көктей деп айтса болады. Егер сізде багаж жоқ болса, Flyerstan-ды таңдайсыз. Егер сіз Flyerstan-мен тек қана қол жүгі арқылы ұшатын болсаңыз, билет өте арзан болады. Ал егер дәл сондай қашықтыққа, дәл сондай жерге сіз Air Astana-мен ұшатын болсаңыз, 2 есе немесе 3 есе қымбат болады. Және де билет алған кезде ертерек алған дұрыс болады. Себебі сіз қаншалықты ертерек алсаңыз, соншалықты сіз арзан билет алып үлгересіз. Ал енді бағаларын білу үшін Flyerstanның және Air Astana'ның сайттарына өтейік. Мысалға, Астанадан Оралға билет қарайық. Қазір желтоқсан айы, мен бірақ ақпан айының 15-16-сына шамасына қарап жатырмын. Астанадан Оралға таңдаймыз. Ақпан айының 16-сы. Ең арзан билеттер қараңыздар. Бұл жерде 31 мың теңгеден шығып тұр. Астанадан Оралға. Бұл жерге не кіреді? Ішіне кіріп қарайық. Бұл жерде ручной глайд, яғни бір сумкамен 8 килограмдық сонымен өтесіздер. Ал енді Flyerstanға өтейік. Дәл сол уақыт бағалары сол 17 мың айналасы. Сіз қолыңызға 5 килограмдық сумкаңызды аласыз да жүре беруге болады. Бағасы 17 мың теңге. Ал бұл жақта 31 мың теңге. Арасы 2 еседей. Жарайды, енді Астана мен Орал емес, Астанадан Алматыға қарайық. Дәл сол уақытты таңдайық, примерно осындай болады. Астанадан Алматыға дейін 20 мың тұр. Қазір ең арзанын тауып алайық. 20 мың прямой рейс, 1 сағат 40 минут ұшады екен. Ручной глайд 8 килограмм. Багаж жоқ. Ал енді Flyerstanға қарайық. Flyerstanda бұл жерде дәл сол Астана Алматы ақпан айының 15-і бағалары 12 мың жарым, 12 мың 500. Ең қымбаты 15 мың екен. Стандартный 5 килограмм сумкаңызды астыңызда Алматыға ұшып кеттіңіз. 12 мың теңге және 20 мың теңге. Айырмашылық әрине бар. Қайсысын таңдайсыз, өзіңіз қараңыз. Ең арзаны қайсы екенін өздеріңіз көріп тұрсыздар. Жалпы бұл видеода мен Air Astana немесе Flyerstanды жамандайын деп тұрған жоқпын. Бұл видеода мен сіздерге өзімнің ойыммен бөлісіп жатырмын. Мүмкін сіздерге Air Astana ыңғайлы шығар, мүмкін сіздерге Flyerstand ыңғайлы шығар. Әркім өзінің таңдауын жасайды деп ойлаймын. Әр әуе компаниясының өздерінің плюс пен минусы бар. Мен тек жай сіздерге өз тәжірибеммен бөлісіп жатқаным. Мүмкін біреуге пайдасы тиер деген ойға менде. Каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар, достар.